Жыл оқушысы 2022 байқауы Жетісай ауданының адами әлеуетті дамыту бөліміне қарасты нөмір 15-ші Мағжан Жұмабаев атындағы жалпы орта мектебінде болып өтті. Ақтық сынға жолдама алған 15 оқушы бақ сынасты. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Мектеп оқушылары арасында ұйымдастырылған сайыс барысында оқушылар өздерінің жан-жақты білімдерін көрсете білді. 4 кезеңнен тұратын сайыста әрбір тапсырманы тиянақты алып шыққан. Менің бір таңғаларлық айтып кететін жағдайым, оқушыларға өмірбаян жаз деген кезде, оқушылар өмірбаянды жаңағы менің арманым, немесе мен ұқсағым келетін адам, не болмаса жаңағы болашақта қандай мамандық таңдаймын деп автобиографиясын осылай бізге жазып тапсырды. Ал екінші ереже бойынша біздің мемлекетімізде жаңа тарихи тұлғалардың орны рөл алды. Атап айтқанда, мысалға осы біздің мемлекетімізге өзінің үлесін тигізіп атқан, дарынымен игілік жасап атқан қоғам қайраткерлері, ғалымдар, әншілер, бишілердің биографиясымен қоса, сол кісілердің зерттеушілік жұмыстарында мына екінші кезеңде тапсырып, оқушылар өз деңгейлерін өте жақсы жағынан көрсетті деп ойлаймын. Және де біздің мектебімізде білім саласының деңгейі көтерілді деген ойдамын. 500-ден астам оқушы білім алатын Мағжан Жұмабаев жалпы орта мектебінде қазірде оқушылардың жеткен жетістіктері аз емес. Бұл деген мектеп ұжымының нәтижелі жұмысының жемісі деген білім ордасының директоры оқушыларына сәттілік тіледі. Бүгінгі таңда осындай үздік оқушылар арасында жылды қорытындылайтын үздік оқушыны айқындау сайысы өткелі тұр. Жалпы мектебімізде бұдан да бөлек былтырғы оқу жылында абай оқуларының, Мағжан оқуларының сайыстары, сонымен қатар мектеп жанынан құрылған спорт үйірмелерінің жетекшілерімен бірге отырып, аудандық спорт бөлімімен бірге біздің мектебіміздің жанында тұрақты десек те болады, күрестен сайыс өтіп отырады. Және сонымен қатар балалар одан да бөлек қосымша үйірмелерге қатысып, қазіргі таңда спорт саласында да, білім саласында да өзіндік жетістіктерге жетіп, дамуына үлес қосып, өзіндік орын алып келетін жағдайы бар. Айтып өтейік, оқушылардың шығармашылықпен жұмыс істеуіне, рухани танымдық жағынан өздігінен жетілуге талпынуын қолдау, көшбасшылық қабілетін дамытуға бағытталған іс-шара соңында кіл мықтылар анықталып, сайыс жеңімпаздарына демеушілер тарапынан тағайындалған сый-сияпаттар мен ақшалай ынталандыру сыйлықтары табысталды. Алла берген құлша, бақ берген Абжалел, ақпарат Жетісай ауданынан.